Ертеде адамдар егіншілікті өте қарапайым түрде бастаған. Олар табиғатқа толық тәуелді болды. Жерді қолмен өңдеді. Алғашқы егіншілік құралдары ағаш пен тастан жасалды. Бұл құралдар ауыр әрі ыңғайсыз болды. Сондықтан жұмыс көп уақыт алды. Адамдар шағын жерлерге ғана егін екті. Егін алқаптары аз болды. Өнім де көп шықпады. Суды пайдалану егіншілік үшін өте маңызды болды. Адамдар өзеннен арық қазып егістікке су жеткізді. Бұл егіннің жақсы өсуіне көмектесті. Уақыт өте келе егіншілік дами бастады. Темірден жасалған құралдар пайда болды. Жерді өңдеу жеңілдей түсті. Соқа мен арбалар қолданылды. Олар жерді терең жыртуға мүмкіндік берді. Егіншілік көлемі ұлғайды. Адамдар әртүрлі дақылдар өсіре бастады. Бидай мен арпа кең таралды. Бұл халықта азық-түлікпен қамтамасыз етті. Кейін үлкен егістік алқаптар пайда болды. Жұмыс бұрынғыдан жылдамырақ атқарылды. Егіншілікте өзгерістер көп болды. Алғашқы машиналар егіншілікке енгізілді. Олар адам еңбегін азайтты. Өнімділік артты. 20 ғасырда тракторлар кеңінен қолданылды. Үлкен алқаптар өңделді. Егіншілік жаңа деңгейге көтерілді. Қазіргі кезде техника өте заманауи. Бір машина бірнеше жұмысты атқара алады. Бұл уақытты үнемдейді. Автоматты суару жүйелері пайда болды. Су үнемделіп, егін жақсы өседі. Бұл табиғатты қорғауға көмектеседі. Ғалымдар топырақтың құнарлылығын зерттейді. Жердің жағдайы үнемі бақылауда болады. Бұл өнімнің мол болуына әсер етеді. Ғарыштан егістік алқаптарын бақылауға болады. Арнайы суреттер арқылы жердің жағдайы анықталады. Бұл жаңа технологияның нәтижесі. Дрондар егін алқаптарын тексереді. Олар ауру немесе құрғақ жерлерді анықтайды. Шаруаларға көмек береді. Жылжайларда егін жыл бойы өсіріледі. Ауа райына тәуелділік азаяды. Бұл заманауи егіншілік. Тамшылатып суару әдісі кең қолданылады. Су тікелей өсімдікке беріледі. Бұл өте тиімді әдіс. Экологиялық таза егіншілік дамып келеді. Табиғатқа зиян келтірмеу маңызды. Адамдар жерді қорғауды үйренуде. Болашақта егіншілік одан әрі дамиды. Ақылды технологиялар көбірек қолданылады. Еңбек жеңілдей түседі. Егіншілік адамзат үшін өте маңызды сала. Ол өткеннен бүгінге дейін үлкен өзгерістерге ұшырады. Бұл өзгерістер адамдардың өмірін жақсартты.